Сәлем балақай. Біз сенімен бүгін с дыбысын сөздің ортасында машықтыру сабағын өтеміз. Сабағымыздың мақсаты с дыбысы сөздің ортасында кездесетін сөздермен танысу және оларды дұрыс айтуға машықтану. Әр сабақта өзің білетіндей артикуляциялық жаттығуларды жасаймыз. Бүгін де сенімен артикуляциялық жаттығулардан сабағымызды бастайық. Кәне, айнаңды алып, бірге артикуляциялық жаттығуларды жасайық. Тіс щеткасы, қоршау, ысылақшы, бақа, піл және әткеншек. Бұл жаттығулардың әрқайсысын сен 10 реттен жасап, жақсылап жасауға дағдылан. Бұлар саған с дыбысын дұрыс айтуға көмегі тиеді. Кәне, мына суретте көріп отырғандай кішкентай қыздың аты Кәусар. Кәусар да с дыбысын дұрыс айта алмай жүр. С дыбысын дұрыс айтуға үйренгісі келеді. Кәне, буындарды Кәусармен бірге дұрыс оқып, с дыбысын анық айтайық. Аса, асо, асу, асы, асы, асе, асу, асо, осы, 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 осы. Жарайсың. Бұл буындарда с дыбысы өзің байқағандай сөздердің әріптің ортасында тұр екен. Жарайсың. Кәусар да саған риза болды. Кәне, келесі тапсырмамыз фотограф деп аталады. Фотограф деген өзің білетіндей бұл суретке түсіретін адам. Кәне, бізде фотограф болып көрейікші. Мына суретте тұрған жануарлардың суреттерін көзімізбен суретке былай түсіріп алып, жаттап алайық. Содан кейін барып, қандай мен 1-2-3 жануарды жоғалтамын. Сен сол кезде есіңе сақтаған бойынша қандай жануарлар жоғалғанын айтып бересің. Оған дейін бірінші біз мына жануарлардың, суреттегі жануарлардың аттарын айтып берейік. Кәне, борсық, қасқыр, құмырсқа, арыстан, сауысқан. Жарайсың балақай, сен де менімен бірге суреттегі жануарлардың атын дұрыс айтты деген сенімдемін. Және бұл жерде өзің байқағандай с дыбысы сөздердің ортасында келеді екен. Кәне, енді көзіңді жұма қойшы. Кәне, не жоғалды? Дұрыс айтасың. Құмырсқа, қасқыр. Дұрыс, жарайсың. Арыстан. Дұрыс, сен бұны аң патшасы арыстан деп те айтасың, Өте жақсы балақай. Міне, екеуміз бұл тапсырманы да орындап тастадық. Енді келесі тапсырмаға қарашы. Бұл жерде өзің көріп отырғандай суреттер бар екен, заттар қаншадан? Бір-бірден заттарды көріп отырмыз. Ананас, мысық, қасық. Кәне, бұл заттар егер бірнешеу болатын болса, біз оларды қалай айтамыз? Кәне, бізге сиқырлы таяқшасы бар. Қыз көмекке келем дейді. Міне, сиқыршы қыз көмекке келді. Осы сиқыршы қыздың көмегімен бұл қыз қазір заттарды көбейтеді, ал сен соларды дұрыс айт. Жарай ма? Дұрыс айтасың. Апельсиндер, мысықтар,
Жарайсың, дұрыс, бұл қасықтар екен. Сен жалғауды дұрыс жалғады деп ойлаймын. Және бұл сөздерде де с дыбысы сөздің ортасында келеді. Кәне балақай, сен біраз тапсырма орындап тастадың. Шаршаған шығарсың. Кәне екеуміз сергіту сәтін жасап, тынығып алайықшы. Кәне орнымыздан тұрайық, алақанды ұрайық, оңға қарай иіліп, солға қарай иіліп, отырып бір тұрайық, бір демалып алайық. Жарайсың балақай, бір демалып қалды деген ойдамын. Кәне, тапсырмамызды одан ары жалғастырайық. Менікі деген ойын. Міне, өзің көріп отырғандай, мұнда бір бала тұр. Кәне, оған ат қойшы. Оның атында с дыбысы болу керек. Ол с дыбысы сөздің ортасында болу керек. Кәне, айтып көрші. Жарайсың. Мен Асан деп қоямын. Сен де сондай атты тапты деп ойлаймын. Кәне, Асанмен бірге мына суреттегі заттарды менікі деп айтып көрші. Кәне, дұрыстап айтып көр. Менің асығым, менің жастығым, менің қасығым. Осылай дұрыс айтты деген сенімдемін. Жарайсың балақай. Кәне балақай, біз соңғы тапсырмаға да келіп жеттік. Өзің көріп отырғандай, көлеңкесін тап деген ойын екен. Бұл жердегі жануарлардың қарсы тұрған жануарлардың арасынан суретін тауып көр. Кәне, ойлан да, суретін тауып көре ғой. Міне балақай, сен тура осылай мен құсап дұрыс тапты деген ойдамын. Жарайсың балақай, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сен бүгінгі сабақтан с дыбысының сөздің ортасында кездесетін сөздермен таныстың. Сонымен қатар с дыбысын анық дұрыс айтуға үйренді деген ойдамын. Жарайсың балақай, осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол, келесі сабақтарда кездескенше.